Армысыз ағайындар, баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Қалай ауа райы? Жақсы болып жатыр ма? Өткенде бір эфирде шығып айттым ғой. Енді бұл ауа райын құмалақ ашып та түсіне алмайсыздар, синоптиктер де түсіне алмайды. Неге? Бұл ауа райының ішінде енді от та болады, су да болады, жарқырайды, күн ысып тұрады, дауыл соғады, күн ысып тұрып қайтадан жаңбыр жауады. Неге? Мен өткенде айттым, бұның бәрі ең соңында қорытындысы қатты болады қазақ даласында. Кімнің қатынасы бар Кенесарыға, және Кенесары туралы өтірік айтқандарға, және Кенесары ханның денесін басына қосатын уақыт келді. Әлем бірлік орталығы келді. Енді оны ақиқатына шығармаған адамдарға Құдай өзі білсін, уақыттар осы алдымыздағы 2-3 айдан кейін ғана болып, ар жағында қатты қиын болып кетеді. Мына күннің суығы қыста қалдырады баршаңызды. Және күздің күні бұның сілкінісі болады. Ойнап жүрсіздер ғой, ойлап жүрсіздер. Қазір 5-ші квантовый период дейді, біреусі анау деп айтады, 5G деп атыр. Оның бәрі бұл біздің көтерілген раса. Ақиқат заманы келді. Bir тал өтірік айттың ба, ертең алдыңнан шығады. Ал енді ақиқат заманында ақиқатты айта білген дұрыс, ақиқатшыл бола білген дұрыс. Енді бұл ауа да сіздерге ақиқатты айтқанша Құдайға жалындырады. Мен сіздерге бір ғана мысал келтіріп берейін. Өкпең ауырды ма? Ағайыныңа бар. Кешірім сұра, өкпелеп жүрген адамыңнан кешірім сұра. Сен сұра, сен шындық сенде болса да. Бауырың ауырды ма? Бауырыңа бар. Бауырыңнан сұра. Екі тізең ауырып жатыр ма? Сен Құдайдан сұра. Қазір қазақтың даласында осы 3 ауру қатты жүріп жатыр. Аяғын алып тастау, жамбасын алып тастау, оның бәрі қасиетпен өзін артық санау және қасиетті бағаламау болса, бауыр, өкпе деген аурулар қатты жүріп жатыр. Неге? Бұлар өкпелегіш, өтірік жала шауып, өзінен сынықтан сылтау шығарып, өкпе жауып, көрінгенді кінәлағыштар. Біздің қазақтың даласында өтірік айтпаймын, сенбесеңіздер, туп больницаға барыңыздар, басқа больницаға барыңыздар, 60% қазақ бауыр, өкпе, екі аяқ, жамбастан болып жатыр аурулар. Себеп біреу ақ. Өкпелегішсіңдер, бауырларыңды сатқышсыңдар, өтірік айтып ақша тапқышсыңдар, бір бауырды бір бауырымен араластырмайтынсыңдар. Осының бәрін тоқтататын күн келді. Шындығы сол, енді 1 ай, 1,5 айдың көлемі, одан кейін бұл үдейді. Өйткені мына погода енді 45-48 деген ерінде 60-60-тың үстіне шығады. Қай кезде тізерлеп тоқтайсыңдар? Өтірік айтқан, дінді бұрмалағандарың, өздеріңді бұрмалағандарың, ағайының арасында от жаққандарың бәрін тоқтатып, өз ата-бабаға кіндігіне жалғасасыңдар, сонда ғана жақсылықта бастар. Әйтпесе, биылғы осы август айы сіздерге көкесін көрсетіп береді да, сентябрьден бастап сілкілегенде не қыс екені, не жаз екенін білмей қаласыңдар. Погоданы көрсетеді. Ол Құдайдың ісі. Аман болыңыздар, тәубаға келіңіздер.